Ассаламу алейкум, бағбандар. Бүгін Ноқат районында 29 июнда Sweetheart сорты бышып жетілді. Sweetheart сортының үстемділіктері туғандар Канаданың ең түшімділігі көп сорттардан болып есептелінеді. Мына сорттар гиластар негізі өте иіліп ең көп мөме салған. 2020 жыл тегілген, тамыры максимум 14-ке қиыстырылған. Сорты Sweetheart түшімділігі ең көп, даамдылығы ең даамды болған сорт болып есептелінеді. Өзін өзі шаңдатқандығы үшін түшімділігі аябай жақсы. Мына туғандар гиласты бұндан ашықша гилас жоқ. Негізі бұл ең көп түшім алған гилас болып есептелінеді. Азыр бір түптен есепте 30 килограммдан 50 килограммға чейін шығады. Негізі туғандар бұл дарақтарда башына есептелінмейді, дарақтың башына. Бұл гектарына есептелінеді. Sweetheart гектарына 30 тоннадан баштап 70 тоннаға чейін алса болады. Себебі түшімділігі ең көп сорттардан болып есептелінгендігі үшін өзін өзі чаңдатушылардың 40%-ға чейін көп қармаған сорт болып есептелінеді. Еме бұл сорттың үстемділіктерін айтып өттік. Еме сұныштамаларды айтып өтөбүз. Бұл сорттарды туғандар кеч пыша тұрған зонаға ғана сұныштайбыз. Азыр біз 1200 деңиз деңгээлинде турабыз. Насип кылса бышу мына быйыл бышты бүгүн эртең терилеткен. Наркына келе турган болсок 350 сомдон сатылып тур туғандар. Гиластын түшүмдүүлүгүнө сөз жок. Өтө түшүмдүүлүгү жакшы. Мына боюн көрүп турасыздар, бою дагы 2,5 метрден бийик эмес. Дагы эмнени айтып өтөбүз? Биз сунуштаган сорттор туғандар кеч пышарларга Skina, Lapens, Sweetheart, SPC 342, андан кийин Staccato деген сорт. Ушул сортторду туғандар кечки зоналарга тигип жакшы киреше киргизсеңиздер болот. Азыр билесиздер, Воловой сортунда бизде көйгөй жаратылган эң чоң маселе өзүн өзү чаңдатуу болуп атат да. Өзүн өзү чаңдатпаган сорттордо туғандар билесиздер түшүмдүүлүгү өтө аз. Мына тирегичтерди көргөнсүздарбы? Тирегичтерди алмага гана коюлат. Бул жерде гиласка коюлуп турат. Демек, түшүмдүүлүгү аябай көп деген сөз да. Калибрин азыр өлчөп өттүк. 27ден баштап 27,5-28 калибрда турат. Демек, бул кеч пыша турган зона үчүн 26+ аябай жакшы көрүнүш. Дагы эмнени айтып өтсөк, даамдуулугу боюнча өтө даамдуу сорт. Калибрин айттык. Сабагы болсо 5 сантиметрге чейин экен. 350 сомдон сатылыптыр. Гектарына ошол 30 тоннадан баштап 70 тоннага чейин жакшы калибрди алсак болот. Ушул туғандар кеч пыша турган сорттор ушу менен жыйынтыктайбыз. Насип кылса ушу ойдон көлдө калган гиластар ошол жакта жыйынтыкталат. Азыр түштүк регионда акыркы гиластарды сатып бүтүрүп атабыз. Бардыгыңыздарга ушундай интенсивдүү гилас бак жетиштиришиңиздерге чакырып өтөбүз.